Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін құрамына банан қосылып жасалатын өте дәмді тіске басар дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 1 штук банан қажет болады. Құрамын отбасыңызға байланысты көбейтіп, азайтып істей берсеңіз болады. Мінекей бананды осылай езіп алып, үстінен 2 штук жұмыртқасын салып, біркелкі болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Достар, егер де менің видеоларым ұнап жатса, интернет желісі арқылы достарыңызбен бөлісіп, қазақша каналдың дамуына үлес қоса отырыңыздар. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Қызып тұрған отта тапамызды осындай маргаринмен майлап аламыз дағыны. 2 жағы қызарғанша орташа отта пісіріп алатын боламыз. Достар, келесі жолы менің каналымнан қандай рецепттер көргілеріңіз келеді, комментарийға пікір қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей біздің тіске басарларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.